Армысыздар, құрметті оқырмандарым. Мынау қазіргі кезде Рамазан айында осы урология тақырыбы бойынша ерлі-зайыптылардың арасында жыныстық жақындасу болады ма, төсектік қатынас болады ма деген сұраққа жауап беріп кеткім келіп отыр. Өйткені біздің дәретке келетін сұрақтардың көбінің қоятыны осы. Соған байланысты Рамазан айында қазір қарап отырсақ, жас отбасылардың арасында көп біле бермеуі мүмкін. Соған байланысты сіздерге өзімнің пікірімді, дәрігерлік кеңесімді осы видео арқылы берейін деп отырмын. Олай болса, видеоның соңына дейін қараңыздар. Сіздерге толық ақпаратты осы видеодан беретін боламын. Рамазан айы бізді білеміз, ораза ұстаған кезде біз 12 айда бір келетін Рамазан айы. Осы оразаны біз ең алдымен астан тыйыламыз. Яғни күні бойы жеп жүрген асымызды өзінің Рамазан айының оразаның режимі бойынша өзіміздің шектеу ұстаймыз. Өйткені бұл асқазан ішек жолдарының бүкіл ағзаның жаңаруына, денсаулықтың дұрысталуына, Алланың разылығы үшін осы ораза ұстаймыз. Осы кезде ерлі-зайыптылардың арасында жыныстық жақындасу болады ма? Мен айтар едім, аузы бекітулі жүрген кісілердің арасында, ерлі-зайыптылардың арасында төсектік жақындасу ауыз бекітулі болса болмайды. Өйткені дін тұрғысынан да қарайтын болсақ, алдымен ауызыңды ти дейді ғой, асты тие батырмыз, одан кейін нәпсіңді ти деп отыр. Нәпсі дегеніміз енді осы құмарлығыңды басу, өз бойында аузың бекітулі болса тыю керек. Өйткені бұл оразаны бұзады. Соған байланысты дінде де рұқсат жоқ, медицина саласында да рұқсат болмайды. Өйткені ағза бойында нәр алмағаннан кейін ағзада әлсіздік болуы мүмкін. Ол бір жағынан, екінші жағынан дін тұрғысынан қарайтын болсақ, бұл харам болып келеді. Өйткені ауыз бекітулі болатын болса, ол оразаны бұзады. Ал енді оразаның аузын ашқаннан кейін жыныстық жақындасу ерлі-зайыптылардың арасында рұқсат етіледі, болады. Ал енді бойдақтар деп айтсақ болады, осылардың арасында сұрап жатыр, мастурбат жасауға бола ма, оразаны бұза ма, қалай болады деп. Жоқ, ол төсек жақындасу болсын, жоқ болмаса шәуеттің сыртқа шығу болсын, ол әрине оразаны бұзады. Соған байланысты ауыз бекітулі жүрген жігіттерге айтарым, ол ондай оразаны бұзып, ондай жасауға болмайды. Қарап отырсақ, осы Рамазан айында нәпсіңізді тыю керек болады. Соған байланысты дұрыс тамақтаныңыз, оразаның қағидаларын қатал сақтау керек болады, қатаң сақтау керек болады. Ал енді қарап отырсақ, анализ тапсыруға келетін кісілер болады. Спермограмма тапсырса болады ма, оразаны бұзбай ма дейді. Өйткені шәует сыртқа шығатын болғанын, ол оразаны негізі бұзады. Соған байланысты ол бір күнге анализ мақсатын тапсыратын болса, ауызды ашу керек деп ойлаймын, өзімнің пікірім. Енді басқа кісілердің пікірі қалай екен, оны айта алмаймын. Енді төменге комментарийға жазып кетесіздер, өздеріңіздің пікірлеріңіз, мен дұрыс айтып жатырмын ба, бұрыс айтып жатырмын ба, әркімнің өз мнениесі бар. Соған байланысты ораза кезіндегі осы урология саласында төсектік жақындасудың болып қойған болса, оразаны бұзып қойған болса, бұл негізі дін тұрғысынан қарайтын болсақ, өте ауыр өзіне жаза қолдану керек. Мүмкін 60 күн ары қарай ораза тұтуы мүмкін. Соған байланысты бұндай күнәға баруға болмайды. Енді Рамазан айында бір айға өзіңіздің нәпсіңізді тыюға кеңес беремін. Соған байланысты достар, жігіттер, Рамазан бұл қасиетті ай. Өйткені осы айда Құран түскен ай болғандықтан барлығымыз осы айды қадірлеуіміз керек. Достар, медицина тұрғысынан болсын, дін тұрғысынан болсын, бұл қағидалар теріс болып саналады. Соған байланысты менің айтар кеңесім, өздеріңізді тыйып, қағидасын сақтанып, дұрыс жүргендеріңіз абзал. Өйткені медицина тұрғысынан қарайтын болсақ, Рамазан айында адам астың уақыты график болғаннан кейін қан тамырларға, басқа жағдайларға сіз егер осы әрекетке баратын болсаңыз, зақым келуі мүмкін қан тамырларға. Соған байланысты өзіңіздің денсаулығыңызды күтіңіз,
бұндай әрекеттерден бас тартқаныңыз абзал. Ал енді оразаның мынау білеміз барлығымыз жаңағы асқазан жолдарына, мидың жұмыс істеуіне көптеген септігін тигізеді. Медицинада дәлелдеп қойған оразаның пайдасы да жаңағы несі мынау біздің ағзадағы клетканың жаңаруына, сол сияқты жаңағы ораза кезінде қанттың деңгейінің қалыпты орнығуына осы бірден бір жаңағы әсерін тигізеді. Соған байланысты ең алдымен оразаны Алланың разылығы үшін ұстаңыздар. Одан кейін дұрыс тамақтанатын болсаңыздар, сіздің денсаулығыңыз жақсарады. Соған байланысты бұл денсаулық жақсару үшін ғана ұстамаңыздар, Алланың разылығы үшін ғана ұстап, өзіңізді осы Рамазан айында дұрыс жағынан көрсетіңіз. Достар, бүгінгі видеомыз ұнаған болса, астына комментарий аямаңыздар, өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер, достар. Егер біздің мынау қабылдауға келем десеңіздер, телефон нөмірді көрсетіп кетеміз, хабарласып, жазылып келсеңіздер болады.